Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Мен бүгін ауырып тұрғаннан кейін ешқандай супермаркетке барған жоқпын. Арнайы приложение арқылы барлығына керек заттарға тапсырыс бердім. 2 сағаттың ішінде маған жеткізіп берді. Енді қазір немене алдым, қандай бағаға алдым, солардың барлығын көретін боласыздар. Ондай болса бастайық. Мындай 2 килограмм күріш алдық. Бұл 2 килограммы 164 лира 10 kuruş болып шыққан екен. Бұл 2363 теңге. Жасымақ алдық. Мәржімек. Чечевица, яғни. Бұны да 2 килограмм алдым. Өйткені біз бұдан көп нәрселер жасалады. Түріктің тамақтары. Сорпасы бар, сосын бұдан котлеталар жасалады. Сондықтан да осыдан алдым 2 килограмм. 92 лира 80 kuruş, яғни 92 лира 80 kuruş дегеніміз 1340 теңге шамасында. Одан әрі 1 килограмм фасоль алдым. Бұл фасольдің бағасы 85 лира 25 kuruş, яғни бұл шамамен 1250-1230 теңге мағдарында. Одан әрі мындай булгур алдым. Бұл булгурдан тоже біз жаңа котлеттердің қасына гарнир ретінде қолданамыз. Бұл жерде шамамен 1000 граммдығы, бұл шамамен 31 лира 25 kuruş, яғни 450 теңге мағдарында 1 килограммы. Одан кейін мындай йогурт алдық, яғни греческий йогурт, түрік йогурты. Греческий йогурт деп аталады. Сосын бұл кәдімгі біздің Қазақстанда бұл кәдімгі айран ғой. Әжелеріміз, аналарымыз үй татын кәдімгі айран. Бұл айран бұл жерде йогурттың салмағы 900 грамм екен. Бұның бағасы 21 лира 60 kuruş, яғни 311 теңге. Одан әрі мен өзіме бұндай корнишон заказ бердім. Бұл корнишон бағасы 64 лира 75 лира, яғни бұл 935 теңге мағдарында. Одан кейін мындай сырға заказ бердім. Бұлар менде тост, завтракқа да жақсы, тост жасағанға жақсы, сэндвич жасағанға жақсы. Бұның бағасы 140 лира 35 kuruş. Бұл теңгемен 2030-2020 теңге мағдарында. Бұның жарты килограммдық 500 граммдығы. Бұдан үлкендер де бар, басқа фирманыкі да бар, бірақ күйеуім осыны жақсы көргенге мен осындайды алғызам. Одан кейін осындай közlemiş patlıcan дейді, яғни бұл қақталған, отта қақталып жасалған баклажанның іші. Өте күшті, өте дәмді, тамақтармен бірге жеуге болады, нан үстіне жағып жеуге болады. Кәдімгі иісі, түтін иісі аңқып тұр. Бұл бізде 97 лира 15 kuruş, яғни бұл 1400 теңге мағдарында. Одан кейін кетчуп алдым. Үйде кетчупты менен басқа ешкім жемейді, бәрі майонез жейді, сосын әртүрлі соустар жейді. Мен кетчупты жақсы көрем. Бұл кішкентайын алдым, өйткені үлкені текке қалып қояды. Мен өзім жейтіндей ғана осындай кішірегін алдым. Бұл 17 лира 25 копейка, 25 kuruş, яғни бұл 250 теңге мағдарында. Одан кейін мен мындай соус алдым, нар екшісі. Нар екшісі дегеніміз гранатовый соус, анар соусы. Салаттарға, сосын жаңағындай чи көфте деген осылардың бәрі осымен желінеді. Өте күшті, салаттарға күшті кетеді. Бұл соустың бағасы 107 лира 90 kuruş, яғни 1550 теңге мағдарында. Түркияда болсаңыздар, осыны қолданыңыздар. Неше түрлі листья салаталармен күшті, салатный листьялармен жақсы салаттар жасауға болады. Дәмі күшті өте. Одан әрі мен сүт алдым. Балалар ішеді бұл сүтті. Бұл сүттің бағасы 25 лира 80 kuruş, яғни бұл 370 теңге. Бұл 1 литр. Одан кейін мен мындай суджук алдым. Суджук деген яғни шұжық. Біздің шұжықтар сияқты емес, дәмі басқаша. Бұл 127 лира 19 kuruş, яғни 1830 теңге мағдарында. Одан кейін осындай лапный сырын алдым. Бұл осындай кішкене творожныйға ұқсайды. Жақсы көрем. Завтрактарға, таңғы астарға өте күшті. Бұл
41 лира, яғни 590 теңге. Одан кейін мындай салфетка алдым. Негізі мен салфетка алмайтын едім. Ала салдым. Бұл 15 лира, яғни 216 теңге мағдарында. 216, 210, 220 теңге мағдарында. Одан кейін ол мен печенье жасаймыз деп келіскен болатын. Сол үшін мындай ванилин алғыздым. Ішінде, по-моему, 10 штук болады. Бұл 17 лира 80 kuruş, яғни 256 теңге. Одан кейін мындай печеньелар, кекстер жасау үшін осындай шоколадтар алдым, молочный. Бұл 55 лира 5 kuruş, яғни бұл 792 теңге мағдарында. Одан кейін осындай зейтін алдым. Бұл осы Мармара Берліктің бірнеше түрлері бар. Мен де осындай оранжевыйын дәмін көрейін деп шештім. Бұл 400 грамм 75 лира 55 kuruş, яғни 1090-1080 теңге мағдарында, яғни 1100 десек те болады. Одан кейін мындай өрік алдырттым. Бұл өріктің бағасы 75 лира, яғни 1080 теңге. Уже ашып жедім. Осындай өрік. Одан кейін осындай сушеный мята алдым. Бұны мен сорпаларға қосам, суптарға, және қаза ауырып жүргеннен кейін лимонмен қайнатып настой жасаймын. Қолдан жасалған терафлю сияқты сондай нәрсе жасаймын. Бұның бағасы 28 лира, яғни бұл 403 теңге мағдарында. Одан кейін бұндай влажная салфетка бітіп қалған шығар деп влажная салфетка алдым. Бұның ішінде 90 штук, 29 лира 10 kuruş, яғни бұл 420 теңге. Одан кейін тағы күйеуім чипсы, шоколад сондай алған болатын. Біз оларды жеп қойдық. Олардың да бағасын сосын бір шеттен жаза кетермін. Қазір сіздерге енді қалған фрукты, овощи бөлігін көрсетемін. Одан кейін мындай мандарин алғыздым. Бұл мандарин килограмм емес, 930 грамм екен. Осы үшін 35 лира 12 kuruş төледім. Яғни бұл 510-505 теңге мағдарында. Одан кейін мындай апельсин алдым. Апельсин шамамен 1,5 килограмм. 1,5 килограмм үшін 36 лира 95 kuruş төлеппін, яғни 532 лирадай. Бұның ішінде қанша грамм? 930 сондай грамм екен. Одан кейін келесі алма алдым. Алманың бағасын сіздерге айтатын боламын қазір. Бұл алманың аты Starking. 44 лира 38 kuruş екен. Бұл 640 теңге. Бұның ішінде де 1 килограмм емес, примерно бұның ішінде 900 граммдай. Starking деп аталады. Өте дәмді алмалар. Бұны сіз Түркияға келсеңіз дәмін татып көріңіздер. Біздің сияқты су татитын алмалар емес, өте дәмді. Шамамен 1,5 килограммдай осындай пияз алдырттым. Бұл 28 лира 21 kuruş, яғни 400-406 теңге мағдарында. Бұның ішінде шамамен 1,5 килограмм бар. Мындай груша алдым. Грушалар слишком үлкен екен. Бұның ішінде 800 граммдай. 800 грамм деген осы 2 груша екен. 43 лира 80 kuruş болды, яғни бұл 630 теңге. Бұл грушалардың сорты өте дәмді. Келсеңіздер міндетті түрде алыңыздар. Одан кейін салат жасау үшін осындай салатный лист алдым. Бұл лист болған кезде пекинская капустаға келеді. Бұның аты göbek салатасы деп аталады. Бұның бағасы 19 лира 95 kuruş, яғни бұл 287-290 лира. Бұның ішінде шамамен 430 грамм бар. Кішкене ғана огурцы алдым. Қанша грамм алғанымды ұмытып қалдым. Мына жерге де жазбапты. Бұл 17 лира болды. 17 лира 10 kuruş, яғни 245 теңге. Помидор алған жоқпын, огурцы ғана бітіп қалған болатын. Сондықтан огурцы ғана алғыздым. Кішкене ғана алдым. Өйткені келесі аптада мен болмаймын, Анкараға кетем. Сондықтан да осы ғана. Одан кейін 2 килограммға жуық, яғни 1900 грамм осындай картошка алғыздым. Бұл 51 лира 35 kuruş болды, яғни 735-740 теңге мағдарында. Үйде негізі картошка бар еді, бірақ олар тіптен үлкен, мынау кішкене компактный екен. Сондықтан да кішіректеу картошкаға тапсырыс бердім. Одан кейін 2 килограммға жуық осындай
парей пиязы, яғни парейский лук алғыздым. Бұдан жақсы тамақтар жасаймыз. Түркияда бұның маусымы осы қыс мезгілі. Өте жақсы желінеді. Қазір сіздерге ашып көрсем, қандай нәрсе екенін. Мына жерлерін кесіп тастайсыз, тек мына жақтарын ғана жейді. Осыдан 2 килограммдай алдым. 2 килограмм болмайды, 1 килограмм 900 грамм қойдым. Бұның бағасы 26 лира 78 kuruş, яғни бұл 385 теңге. Осында 2 лоток жұмыртқа алдым. Бұның бір лотогы 30 штук, размері L-ка. Бұл 2 осындай лотокқа мен 211 лира 60 kuruş төлеппін. Яғни бұл 3050 теңге мағдарында. Міне осындай гуляш үшін ет алдым. Бұл жерде 1 кило 434 грамм екен. Осының барлығы 725 лира 99 kuruş болды. Яғни бұл теңгеге шаққан кезде 10.454 теңге екен. Яғни 10.500 теңге деп есептейік. Мінекей біздің бір апталық азық-түлік осыншама болды. Кейбір заттар бар, кейбір заттар жоқ. Мен оларды соған қарай алдым. Жартысын алдым. Мысалы, помидор бар, помидор алған жоқпын. Қияр жоқ еді, қияр алғыздым деген сияқты. Өйткені айдың 11-нен бастап бізде Рамазан айы басталады. Сондықтан да Рамазан айына жеке бөлек покупка жасаймыз. Жалпы осыған біз қанша ақша төлеппіз? 0.25 kuruş 4 пакет алыпты. 4 пакеттің бағасы 0.25 kuruş дегеніміз, ол барлығын қосқан кезде 1 лира болады. 1 лира дегеніңіз, қазір айтатын боламын, ол 14 теңге пакеттер үшін. Одан кейін бұны жеткізуі бар. Жеткізуіне де карго дейді. Ол 24 лира 99 kuruş алыпты. Яғни 360 теңге доставкасы. Жалпы алған заттарымыздың бағасы 3934 лира 32 kuruş. Яғни 3934 лира 32 kuruş дегеніміз 56.655 теңге болып тұр. Баяғыда 56.000 теңгені біз бір айда жарататын болса, қазір біз оны тек қана 1-1,5 апта ішінде жоқ қылдырамыз. Сондықтан да мен сіздерге Түркиядағы бағаларды нақты айта алмаймын, өйткені қазір инфляция болып жатқаннан кейін ақша құнсызданып барады. Тауарлардың бағасы артып жатыр, күн санап артуда. Мысалы, бүгін бұл бағасы бүгінгідей болмауы мүмкін, келесі барған кезде бұл одан да қатты қымбаттауы мүмкін. Видеомыз сіздерге ұнап жатса, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, каналыма тіркеліңіздер, және жоғалтып алмау үшін қоңырауша белгісін басыңыздар. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Келесі блогтарда кездескенше сау саламатта болыңыздар.